Қайырлы кеш, қалайсыздар? Сәлем бәріңізге. Десең, я. Ай, Күміс ханым ұйықтап қалған жоқ па? Жазып көрші, сағат 12:10 минут бар. Сәлем, сәлем, сәлем әлем. Қатырасыз. Сторисini көрген адамдар ма қатырасыз деп жатқан. Әскери баспана майдың 10-ына таман басталу керек. Неге дайрекке жауап қайтармайсыз? Себеп жалғыз сіз жазбайсыз ғой маған. Маған дайректі көрсетейін ме? Менің дайрегімді қараңыздар. Сейчас 1 минут, 2 минут бұрын міне жазады, 4 минут жазады, 4 минут бұрын, 3 минут, 5 минут, 6 минут, 7 минут, 8 минут. Міне біреу жазды, ассалаумағалейкум деп жазып жатыр. 10 минутта, міне соңғы 10 минуттан аңғарыңыз, қаншама адам жазады. Бұның бәріне қалай жауап бересіз? Мен анықтама бюросы емеспін ғой. Посттарды оқыңыздар. Баспанаға қатысты айтылмаған нәрсе қалмады, бәрі айтылған шығар. Өздеріңіз оқымайсыздар. Болмаса ерінесіздер. Жақсы, менің сұрағыма жауап берсе дейді, жауап бермеймін, сіздің сұрағыңыз. Ойын ойнатыңызшы дейді. Өткен деген дей ма? Ой, өткендегі Айнұр ханым сияқты ойын ойнатайын десем, ол былай жаңағындай біреу бір ответті қайта жаза береді екен. Сол кезде Инстаграм автомат түрде комментарий жазған адамды блокқа тығады. Маған көрсетпейді оның комментарийін. Ал сол адам жазады да, оған көрініп тұрады. Сосын ол бәле шығарады, скриншот шығарып, ойбай, мен жазған едім, сіз менікін оқыған жоқсыз дейді. Сол сияқты да. Үй мәселесін қолға алсаңыз екен дейді. Мен бір өзімді бір ғой кейде Инстаграм ба, білмеймін, Қазақстан ба, әлде басқа бір мемлекеттің президенті сияқты сезініп қалам. Неше түрлі Құдай сізге сабыр берсін дейді. Сол сияқты неше түрлі хаттар келеді ғой мағанша, таңғалам. Үй мәселесін сізде көтеріңіз. Сізде де Инстаграм бар, сізде де WhatsApp бар, сізде де интернет бар. Қашанға дейін мен шырылдай беруім керек. Павлодар облысынан сәлем дейді. Жалынды сәлем павлодарлықтарға. Қайша Керейдің курсын сатып алдым дейді. Молодцы. Оқыңыздар, әрекет етіңіздер. Жалпы сауда мен үнемі айтам. Нарықтық экономикада өтпейтін нәрсе жоқ. Сәресіне дейін әңгімелесейік дейді. Шашымды бояған жоқпын, білесіздер. Менде жақсы бір шампунь бар. Бірақ оны айтуға болмайды деген десең. Жарнамасын жасама деген маған. Сондықтан ол сатылымда жоқ нәрсе. Бірден айтайын. Декретпен миллион бухгалтерлік консультация дейді міне. Нұрсұлтанға жазсаңыздар болады. Шымкентте үй бағасы өтті. Жалпы Қазақстан бойынша үйдің бағасы қымбат. Бүгінгі тақырып, білмеймін, жай әңгімелесіп кіре салайын деген. Просто бір оқырман жазыпты, декретке миллионға қатысты. Мен жеке консультация бермеймін, баспанаға қатысты жеке консультация бермеймін. Баспанаға қатысты мен айтам, ұланға жазсаңыздар болады, Дүйсенге жазсаңыздар болады. Енді декрет жайлы жеке консультация сұрайды. Енді Нұрсұлтанға жазыңыздар, Гүлнұрға жазыңыздар. Бірақ Гүлнұрдың өзі жеке консультация бермейді. Нұрсұлтанның номерін қойып қойдым. Ипотека, ИП-ға бар ғой. Аумин. ИП алуға болады, бірақ 1 жылдық декларированный доход дейді ғой, декларацияланған табысы болу керек. Отчеттың барлығы чеки болу керек. Сол үшін мынау ИП жайлы, ТО жайлы сауатымызды да арттыру керекпіз. Запрос жібердім. Экранға шығатын адам, шыққысы келіп жүрген адам, ұйқым ашылып кетті дейді. Как всегда, түнгі шай, я.
Шымкентте үй жер өте сұмдық. Не отклон жасадыңыз енді, отбасы берекесі парақшасы. Сіз экранға шығатын адам, ол ұялмау керек қой. 42.500-ді қайтарасын деді, декретке шықтың. Сіз, яғни 42.500-ді алған соң, мына жерде қараңыздар, қарапайым логика ғой. Сіз өзіңіз, мысалы, кейбір адамдар бар, декретке шығатын кезде ИП-дан аударымдар жасайды да, кейін 42.500 теңге алатын кезде тағы да өтінім береді. Сіз жұмыс істеп отырмын деп аударым жасап отырсыз ғой, пенсионка аударып отырсыз. Ал ол кезде неге сізге өкімет 42.500 теңге беру керек? Қарапайым логика, я. Әйелдер ипотекасы, ұма ипотекасы посттарда бар, ютубта да бар, айтпақшы. ИП-то мен негізі ондай документация деген нәрсені жек көремін, шынымды айтайын. Отчетпен бүйтіп отырғандар. Нервім шыдамайды. Ол Гүлнұр жақсы беретін, шеф Сұлтан деп тұр ғой, Нұрсұлтан деген өте білімді, Казгудың түлегі, сол береді. Нұрсұлтанға жазсаңыздар болады. Тамаша сұхбат бересіз дейді, рахмет. 42.500. Ой, 42.500, все, ұмытыңыздар, ол былтырғы 42.500 теңге. Қазір не надо вспоминать. Шілде айымен 42.500 теңге аяқталды. Амансың ба? Менің 19-да бірінші группа мүгедек қызым бар. Папамыз афганец, үйде долядамыз. Қалай шығып үйдің очередінде тұруға? Долядан отказ бересіздер, бірақ долядан отказ бергеннен кейін ол обычно 5 жыл үйдің кезегіне тұрғызбайды. Жоқ, негізі туысқандар арасында үйді алған ол сомнительный келісім шарт дейді ғой, күмәнді. Сөйтіп банк тарапынан одобрение болмауы мүмкін. Яғни ықтималдылығы жоғары. Керемет дейді. Қолымда 9 миллион ақшам бар, алатын квартирам, оны бағдарламамен. Так, Айнұр, давайте сізге мен запрос жіберейін, давай. Ең тиімді ипотека қай банк дейді. Ол жеке қарастырылатын. Не отклон жасап жатсыздар, мен сіздерге запрос жіберіп жатсам, Айнұр оны сұрағанса жауап бермеймін бе? Осы черныйдан шығарды деген рас па? ПКБ-ның базасынан қарайсыз өзіңізді, egov.kz сайтында финансы деген бөлімнің ішінде қаржы және экономика деп тұрады, қателеспесем. Сол жерде ПКБ-ны ЕЦП арқылы жылына бір рет тегін, екінші рет 500 теңге төлеп ала аласыз. Рахмет. Оразаларыңыз қабыл болсын, я. Сәлем, Дәулеттің. Іштім, я. Ұмай деген не бағына? Әйелдерге арналған ипотека, проценті 12-ден басталады. Прямо оңай, жақсы процент деп айта алмаймын. Сәлем. Сұрақтың шешімін таба алмай жүрмін дейді. Жазда почта тұратын магазинчик ашсақ тиімді ма, не стоит па дейді. Сіз оны тиімді ма, тиімсіз ба деп 100 рет ойланғаннан гөрі, сіз ашып көріңіз. Сосын өзіңіз көресіз, тиімді ма, тиімсіз ба. Ол әркім әртүрлі айтады ғой. Я, мен сіздерге запрос жіберіп жатсам неғып алмайсыз да. Депозитте ақша болмаса қай бағдарламамен үй аламын? 7-20-20 баспана хитпен ала бересіз. Декреттік онлайн мастер-классқа қатыспай-ақ сіздің пайдалы парақшаңызды күнде оқып, миллион ал. Міне, кейбір адамдар айтады осы, ойбай, неге сіз сатасыз? Түсінбеймін, кейбір адам, мен бала шағамды асырап отырғандай сөйлейді. Барлық нәрсе тегін жазылады. Тегін жазылғаннан кейін, міне, қай логин, қандай кетті, қайда кетіп қалды? Міне, баққа қызы дейді, бақ қызы ма? Бақ қызы. Сіздің посттарыңызды оқып, декретке миллион алдым дейді. Молодец. Рахмет. Қай банкке депозит ақша салған дұрыс? Разница жоқ. Любой банкке сала беріңіз. Проценттің барлығын ұлттық банк бекітеді. Сіз менің қаржылық сауат сабағыма қатыспағансыз. Бұндай сабаққа қатысқандар бұндай сұрақ қоймайды негізі. Дәулет, мен үй очередте тұрмын, жалғыз басты әйел болып тұрмын, үйді қалай аламын, не істеу? Жалғыз басты, бақытты отбасы, шаңырақ бағдарламасы.
Вакцинаны бұйырса оразадан кейін салдырам, Алла қаласа. Күйеуім Алатау жарық компаниясында жұмыс істейді, ал мен домохозяйка, қалай үй алсақ болады, айтыңызшы. Үйдің барлығын бар, ақша жинап аласыздар. Ешкім сізге бүйтіп ештеңені төбеден әкеп бере салмайды, құрметті оқырмандар. Бір нәрсе бастайын десем, бастай алмай отырмын. Это нормально. 90% солаймыз ғой. Бір нәрсе бастау керек деп жүреміз. Тәукебай, мені қосыңызшы, хақыңызды берейін, нәтижемен бөлісейін дейді. Ал не нәтиже? Ау? Да, маған запрос жіберді ма не? Логині қандай? Сәлематсыз ба? Қайырлы кеш, қайырлы түн. Шалқарбаева 72-ші жыл оқырман. Иә. Көлікте келе жатыр едік. Көлікте? Қазір жерге тоқтамаймыз, қазір. Тоқта бір жерге. Сәлеметсің бе, Дәулет, қалың қалай? Жақсы. Қазір ғана айтып келе жатырмын. Осы бір Дәулеттің бір прямой эфиріне шыға алмадым ғой деп. Тура шыққан кезінде қараңыз, енді көлікте түннің ішінде. Дәулет, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Қай қаладансыз? Ораза қабыл болсын. Алматы қаласының тұрғынымын. Байқаңыз енді Алматының көшелерінде. Жоқ, тоқтап тұрмыз енді. Бір дұрыс жерге тоқтадық. Ол осы бірнеше рет мен сізге прямой эфирге шыққым келген. Мен Алматы тұрғынымын, жасым 50-де. Сіздің бірнеше рет сабағыңызға қатысқанбыз. Сол сіздің сабағыңызға қатысу арқылы нәтиже көп болды енді. Сонымен қандай нәтижелер бар, айтыңыз? Қандай нәтиже? Біз былтыр сіздің айтқан оқытуыңыз бойынша, үйреніміз бойынша 50-де 50 жилстроймен үй алдық. 50-де 50 Алматыдан үшінші үйімізді алдық. Тамаша. Сосын? 50-де 50. Сол енді сізге осы прямой эфирге шығайын деген ойым, жастарға бір мотивация болсын. Менің жасым 50-де, біз енді үлкен ата әжеміз, немерелеріміз бар. Біз сонда да өзіңізден қанша кішкентай болсаң да, сіздің сабағыңызға қатысып, мен өте көп қаржылай сауат алдым. Сауатымызды аштық. Сосын тағы да бір айта кететін жағдай, біз 25 жыл өзіміздің жеке кәсібіміз бар. 25 жыл жеке кәсіпте жүріп, мен өзімді енді түсіндім. Өйткені бізде қаржылай сауатсыздық өте көп болыпты. Қаржылай сауатты болған адам өзінің жұмысын да реттеуге болады. Естіліп тұр ма? Естіп тұрмын. Керемет сұхбат болып жатыр. Сонымен сондай сауатсыз болғанымызға қатты өкіндік. Бірақ енді ештен кеш жақсы ғой, енді қазір тек қана сол өзі сауатты өзіміздің қаржымызды реттеп, алға мақсат қойып, ақшаны тек қана мақсатпен жинауды үйрендік. Тамаша. 50-де 50 программасымен алғанда, бір бөлмелі соңғы алған үйіміз, бір бөлмелі квартира, 17 миллион деп айтайыншы, 17 миллион теңгенің үйін 50-де 50-мен алып, біз өзіміз жеке кәсіпкеріміз ғой, ИП-міз бар. Без паспортного дохода, ешқандай несіз 3 жылға оформить еттік. Сонда бізде переплата 500 мың теңге ғана шықты. Өте күшті, Күшті. Сонымен бірнеше рет банкқа барған кезде сізден алған білім бар ғой енді. Көзіміз ашық, бәрін сайрап тұрмыз. Таңғалады, айтады, Дәулеттің оқырманы десек бәрі біледі екен. Ешқандай енді сол 50 ең выгодный несі сол 50-де 50 болып шықты ғой енді. Сіз күнде айтып жатсыз, оны көп адам сенбейді. Менің өзімде енді туыстарым, біз енді қазақ болған ағайын туыс көп, өзім балаларым да бар. Ағайын туыстың бәрі айтамыз ғой, осылай ақша жинаңдар десек сенбейді ешкім. Ой, кім сізге үй береді, ол өтірік деп. Сол осы үйді, соңғы үйді алған кезде бәріне мен айтпай алдым да, алғаннан кейін барып айттым бәріне. Міне 50-де 50 осындай программамен үй алдық. Дәулетке жазылыңдар, оқыңдар, сауаттарыңды ашыңдар деп, енді жастарға мотивация болсын деп сондай өзімде көп жерде айтып отырам. Рахмет саған. Алла разы болсын, оразаң қабыл болсын. Аумин. Оқыңыздар, білім алыңыздар деп айтайын. Осы сендердің оқырман көп адам отыр ғой міне. В общем, әрекетке берекет болады екен ол, 100%.
Ой, Әрекетке рахмет. береке. Бұйырса, мамыр айында анау етидни деген акция басталады скидкамен. Сол кезде міндетті түрде басқа да сабақтарға қатысыңыздар. Мынау жалпы басқа да оқырмандарға айтып жатырмын ғой енді. Әйтпесе скидкасыз сабақтар күнде ол сатылымда бола береді. Күніне 5 адам, 10 адам әйтеуір алып жатады. Ал енді мынау скидка болған кезде массамен бір 1000 адам, 2000 адам алады. Сол кезде скидканы пайдаланып қалыңыздар. Етидни акциясы мамыр айында келеді. Баспанаға бағыт сабақтары және де күшті бір бонусымен берілетін болады, Құдай қаласа. Сіздерде қандай кәсіп? Бізде кәсіп неде Алматыда барахолкада сауда жасаймыз. Сауда жасайсыз. Соны сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, қаржылық сауаттылықты арттырдық. Не істеп жатырсыз? Таргет, Инстаграм, сауда барлығын үйреніп жатырсыздар ма? Әлеуметтік желіні қолға алып жатырсыздар ма? Жоқ, ол Инстаграммен әлі ондай жүргізген жоқпыз, бірақ енді соған жақын қалдық енді. Қазір енді өзіңіз білесіз ғой, бұл 2020 жылдан бері онлайнға өттік қой сауданың бәрі. Сол онлайн арқылы уже клиенттердің бәрі көрмейміз, уже келмейді, бәрін сондай онлайн арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Саудамыз жақсы, өте жақсы. Сонда ойлаймын, енді бұрын шынымен де біз ақшаны жинаймыз, ол да бірақ мақсат жоқ. Әйтеуір қолда ақша бар, ол қайда кетеді, есеп жоқ, сондай болған ғой енді. Сонда қазір ойлаймын, если осындай бәрінде қаржылай сауат болған кезде, мүмкін кәсіпкерлердің бәрі біздің басқаша болар ма еді деп. Білім керек қой, білім ол ешқашан адамды аш қалдырмайды. Біз мынау өткенде Қайшаның сабағында айтам, ыстық леппен бірден бизнес бастағымыз келіп тұрады. Ол бәріміз аша саламыз, жасай саламыз, бірақ ары қарай оны дамыту керек, өсіру керек, табыс табу керек, ол екінің бірінен келе бермейді. Сондықтан күшті, өте қуаныштымын. 50 жасқа ұқсамайды деп жатыр. Жасыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Кәсібіңіз дами берсін. Алла тағала берекетін берсін. Иә, рахмет. Сол енді сізге де рахмет, Дәулет. Осылай алған беттен таймаңыз. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Мынау ауру сухадан аман есен құтылып, төрт құбыладымыз тең болып, жаңағы бауырымыз бүтін аман есен, жақсы заманға жетейік, Дәулет. Әумин. Рахмет. Жақсылық тілеймін. Аман есен шығайық. Рахмет, сізге өте қуаныштымын. Осы алған беттен таймаңыздар енді. Бұйырса. Осымен ары қарай только алға, жастарға сенеміз. Біз сендерге сенеміз, жастарға сенеміз. Өте бақытты бол. Міне, алматылық оқырманым. Және де мына жерде Күміс ханым маған запрос жіберді. Күміс ханымның енді историясы керемет. Мен кеше білесіздер ме, Инстаграмда пост салдым, пирожки сатып, миллион жинады десе, кейбір өмірге өкпелі, мынау негативті жақсы көретін жандар бар. Мүмкін емес, карантинде ол қалай, біз үйде отырсақ бұл қалай пирожки сатты, қалай ол шай сатады, кімге сатты деп, міне 1,45 кейбір адамдардан негатив шықты да. Күміс ханым, саламатсыз ба? Қайырлы кеш, сіз не ап қап-қараңғысыз жақ? Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Қайдасыз, түріңізді көрсетсеңіз. О, міне Күміс ханым, мен бұл кісіні, яғни ұланнан сіз жеке консультация алдыңыз. Сол кезде мен салдым. Бір қызық, кейбір адамдарға таңғаламда, оның алдында сізді салмас бұрын мен бүйтіп комментарий жаздым. Қалай ойлайсыздар, 2 айда пирожки шай сатып 1 миллион теңге таза табыс табуға бола ма деп опрос салғанымда 2750 адамның 2700-і шамамен әрине болады, қолынан келсе табуға болады, та-та-та-та деді. Енді келесі постты міне сіздің әңгімеңізбен миллион таптым. Сол екі ортада Қызылордаға барып қайттым. Балама брекет салдырдым. Сол одан бөлек қолымда 1 миллион теңге ақша қалды міне пирожки сатып деген кезде сіздің, яғни менің сабағым мотивация болды деп мына жерде видеода сіз сөйлеп жатсаңыз, мен шошыдым кейбір негативтерді оқып. 1000 комментарийдің ішінде тең жартысы емес, шамамен 30% негатив. Мүмкін емес, өтірік айтады. Ол адам актриса деп жазып қойыпты міне кейбір адамдар. Өтірік жаңағы Дәулет сен әти сөйлетіп қой. Сол миллионға қалай жеттіңіз? Менің мынау Каспий банкпен айтатын мысалым бар ғой, сол түрткі болды ғой. Ал айта беріңіз. Тура 1 жыл бұрын сіздің сабағыңыз шықты, енді сізді постоянно оқимын ғой. Енді мен өз студенттерімізден естідік, Дәулеттен дейді, осыдан 2-3 жыл бұрын. Сосын ол қай бала көрсетсе, менде Инстаграм жоқ ол кезде, Инстаграм ашпағанмын ғой. Ұлыма келіп аштырттым енді, Дәулеттен сізбен сол
эфир арқылы осылай инстаграм арқылы таныс болдық, посттарыңызды оқып жүрдім. Сосын сабағым дегеннен кейін мен өзім жасым 40-қа келсе де әлі де курстарға, сабақтарға, даже мына өзіміздің Евразиялық ұлттық университетіне оқуға әлі андай менде бір құлшыныс бар да, талпыныс бар да. Сосын сіздің сабағыңыз шықты. Как раз мен былтыр март айында бәрімізге пандемия деген болды ғой, карантин. Сол карантинге ілініп қалдық. Сосын 1 ай отырдым, 1,5 ай отырдым. 1,5 ай отырған кезде адамда бір әйел адамда депрессия болады ғой, күніге ақша ұстап, жұмсақ қалған. Отырып қалдым енді үйде. Шыға алмадым еш жаққа. Бұл қай айға созылады. Сосын сіздің сабағыңыз шықты, жаңа айтиден сабақтарыңыз. Қарасам ішінде 5 сабағыңыз бар екен. Сосын жарайды, андай ашуға бір болды өзімде бір андай. Ашсам ба екен қазір, әлде кейін ашсам ба екен деп. Сосын жолдасым жұмыста тұрған, 3 балам отырған. Сосын ұлым айттым, сен 11 сынып оқисың, жасың 17-ге де толған жоқ. Кел Дәулеттің сабағын бірге оқиық десем, ой қойыңызшы, өзіңіз оқыңызшы дейді. Сосын мен төменде отырдым, ол кісі диванда отырды да, ұлым. Енді маған ашып бер енді келген сабақты деп. Сөйтіп оқып, бас жағын ғана оқыдым, жаңа ұланға айтқандай ғой. Бас жағын оқып жаңағы сіздің орыс әжей айтып жатсыз, күшті мотиваторсыз енді. Алып жатырмын да, анау 1,5 ай отқан нем уже шығып жатыр бойымнан. Жай уже күміс көтеріліп жатыр орнынан. Сосын орыс әжейді айтқан кезде бір ауыз сөзіңіз жаңағыдай орнымнан атып тұрғызып, сонда мен анау өзім эмоциямды өзім көрсетіп балама ұрсыппын ғой. Сен мына Дәулетті қалай тыңдамайсың, Дәулет ағаң десем, балам аға ренжиді. Сіз Дәулет ағаны тыңдап, Дәулет ағаған ақыл сұрап, оқып сабағын, сіз маған неге ұрсасыз дейді. Мен саған ұрсам, Дәулет саған ұрспасын дедім да. Мен саған ұрсайын деп. Мен сол жерін тыңдадым, әрі қарай тыңдаған жоқпын Дәулет. Әрі қарай ешқандай сабағын тыңдаған жоқпын ғой. Сразу андай өзім жоспармен жүретін адамым ғой, журналымды ашып, кішкене блокнотымды. Балам кел деп. Сөйтіп кәдімгідей ұрсып қалдым енді. 2 қызыма ұрсып қоямын, жаңа кішкентай. Сендер де тыңдаңдар, өскелең ұрпақсыңдар деп. Сонымен өзім бір көтерілген кезде бір шай ішкім келеді, ол ұлдарым біледі, ұл қыздарым. Шай дайындаңдаршы деп. Шай іштік, не істейміз карантинде, шай ішпей. Шай ішіп алып, ой, план, жоспар құрдық қой. Автобус жоқ, машина жоқ, қалай енді дейді. Мен айтам, орыс әжейдің өзі кішкене жидек теріп, түймесін сатып, 32 миллион Каспийда бар деген, ол біз аяқ қолымыз сау, жап-жаспыз ғой. Балам, давай кірсек енді. Мынау айтады ғой, өзі былтырда ораза айы болды, қасиетті ай, ол ораза айы Алладан тілейтін ай ғой. Мен айтам, бұл тілеуімізді біздің кері қайтармайды бұл ай. Дәулет себепкер болып тұр екен. Сонымен жоспарды құрдық. Не істейміз ана дейді, не істейміз? Мен осыдан, Дәулет бұл екінші мені пирожки сатып жетістікке жеткенім ғой. Біріншісі бар, ол бірінші сериясы бар. Оны просто ағайыным, осы көршілерім біледі да мені қалай жетістікке жеткен. Бұл екінші жетістік, сіздің арқаңыз. Рахмет. Сөйтіп, не істейміз дейді. Әкең ертең келеді, мына великті шығарайық, шаң басқан великтерді, әлі жас туған жоқ қой. Сөйтіп великті мініп алып, енді дұрыс айтады көрермендер, жалғыз бір пирожки емес, жүгерін де қостым, енді бір 10 жүгері қайнаттым, енді өзім қазағыма бір шамалы не болсын, мотивация болсын. Сөйтіп қайнатып, оны шығардық. Мен сататын жерім жоқ, жаңа халық айтады ғой, оның пирожкиіне алтын қосылған ба дейді ғой. Алтын қосылған. Комментарийларды оқыған шығарсыз, иә, сізде? Мен Дәулет, шыны керек, мен сол кезде Ауызашардан келдім ба? Жоқ, мен ұламмен кездесіп кеш келіп қалдым. Ауызашардан қалып қойдым. Автобус жоқ, такси тоқтамайды екен ғой. Неден? Левый беріктен такси жоқ, ешқайсысы тоқтамады. Сөйтіп 446-ны жіберіп міндім ғой, 446. Ауызды автобусты ашып айдым. Ай, ұланы дедім. Сіз аз сөйлеп, мен көп сөйлеп, Ауызашардан қалып қойдым ау деп өзім келе жатырмын ойланып. Аузымды ашып алып, сағат осы 12-10 минут қалған кезде, ай, осы бағана ұлан жазып алып еді, ятай. 5 сағат далада жүрдім, түрімде онша емес, енді әйел адамбыз ғой. Сөйтіп WhatsApp'ты ашсам, WhatsApp'тан деген 1045 неге келген ғой, жаңа сіз түсірген видео. Көміс не қылып жүрсің, молодец, бізге де үйретпейсің ба? Жаңа құрбыларым ренжиді, былтыр сұрадым, сен неге айтпайсың? Қайдағы бір ұлан деген балаға айтып отырсың, не істеп жатқаның дейді, өзі де көріп отқан шығар. Гүлсім деген құрбым айтады да, мен айтам, мен оларға рахмет айтуға кірдім дедім. Дәулетке сұра, мен сіздің сабағыңызды оқып отырып, астына жаздым ғой, сізге жеке де жаздым. Енді оқи алмаған шығарсыз, қанша комментарий өте көп хат келеді маған. Көп қой.
Я Дәулет інім, рахмет, мені 5 жылдан бері ұйықтап қалған немді ояттың деп жазғанмын сізге. иә. Сөйтіп, солай бәрі жазды, енді көбісі ренжіді, неге айтпадыңыз сіз? Сен неге айтпайсың дейді да. Мен айтамын, не айтамын мен енді пирожки сатып жүрмін деп айтайын ба? Сендер сатпайсыңдар оны дедім. Бірінші бұл жерде таза еңбек, таза күш, сосын үшінші сабырлық қажет та бұл. Өте енді мен үйде отырып дайындағаным болмаса, бәрі еңбек. Жаңа 17 жасар ұлым да болды енді. Ол кісіге мен пісіріп бердім балама, өзі сатты, мен айттым балам. Ұлыңыз қайда, қасыңызда отыр ма қазір? Көрсетіп қойыңызшы. Қасымда, иә, ол сабақ орындап отыр енді. Көрсетіңіз, көрейік ұлыңызды. Ғалымжан келе ауыш. Сонымен ұлыма енді бір емес, сосын Дәулет, сосын велик алдым ғой бір аптадан кейін. 42.500 түсті да маған. Мен айттым, 39 жасқа дейін мен великтің рулін ұстап көрмеп деп отағасым айттым да. Маған велик үйрет дедім. Мен Дәулет маған көп нәрсені оятты. Не только Дәулеттің арқасында мен велик үйрендім деп жатырмын да. Ойлаңызшы, 39 жаста адам велик. Сіз туралы кітап жазуға болады кейін. Кітапқа жазып қойып, пирожки сатып миллионер болған міне. Велик үйрендім десеңізші. Сөйтіп сіз менің фобиямды жеңдіңіз ғой. Осылай енді дұрыс айтады, бірінші сол пирожкиден басталды. Сосын балам бір барып келді, енді ұялады, 17 жасар бала, карантиннің уақытысы, ұбт-ға өзі дайындалып жүр еще. Біз ана қаз білімге оқуға барғанбыз ғой, енді маған шыны керек, сізге не үшін керек болды? Кімстатия сізге не керек? Миллион не істейсіз сіз дейді да, маған айтады, кәсіп бастап жатқан жоқсыз ғой дейді. Мен айтамын, мен бәрі жаңа тапқанымды 3 балаға инвестиция, білімге құям да, қайтсең де осы білімді алып шық, балам, біз саған сенеміз, керемет болу керек деп, соған керек болды енді шыны керек. Міне мен ұлым енді өзі сабақ оқып отыр еді енді. Ғалымжан, қалайсың? Грантқа түскен шығарсың, иә? Қай оқу орнында оқып жатырмыз? Еуразия ұлттық университеті, филология факультеті, қазақ тілі және әдебиет мұғалімдерін даярлау мамандығы. Гранттасың ғой? Иә. Міне, ұлттық бірыңғай тестілеуге де дайындалды бұл бала. Анасына көмектесіп, міне, пирожки сатып, сол әрекетке берекет деп, міне, миллион теңге табысында тапты. Мен өте қуаныштымын. Және де грантқа түсіп, 1 миллион емес, жоқ дегенде 5 миллион эконом жасап отыр. Себебі оқудың ақысы бөлек, одан бөлек мемлекеттің беріп отырған 25 мың теңге стипендиясы бар, солай ғой? Иә. Өте қуаныштымын. Ғалымжан, мен де кезінде Қазақ ұлттық университетінде осындай 1-ші курс, 4-ші курс студенттерге сабақ бергем. Сол кезде сол студенттерге мен айтатынмын, кім сабақтан кейін жұмыс істейді, айтындаршы деген кезде ешкім айтпайтын, намыстанатын. Себебі бір группада бір бала болды. Қасыма бір қыз келетінде, Дәулет мырза, мырза емесін, Дәулет Төлеутайұлы дейтін. Дәулет Төлеутайұлы, мен сабақтың бәріне тырысып жүрмін. Үйдегі ата-ана маған бір тиын ақша бермейді, мен қарапайым отбасыдамын. Мен бірақ білесіз бе, сабақтан шығып кешке кафеде официант болам. Мен бұны группада ешкім білмей қойсыншы. Жаңағындай, мен бәріне үлгерем, сөйтіп маған қасыма келіп әңгімесін айтқан болатын. Сонымен ол қызға айтамын, әй, сен неге намыстанасың? Сен арынды сатып жүрген жоқсың, сен адал еңбекпен тауып жүрсің, оны ұялуға болмайды. Сөйттім де мен сол группада осы еңбекке қатысты кәдімгідей Қазақ ұлттық университетінде сол өзім сабақ беретін группама осы адал еңбек жайлы, осы жұмыс жайлы, Абайдың сөзі бар ғой, ешектің артын жусада мал тап дегендей, сол секілді соған келтіріп айтып едім. Әлгі группада білесіздер ме, Ғалымжан, сендер сияқты студенттердің барлығы қолдарын көтере бастады. Кім қандай жұмыс істеп жүр десем, біреу автомойкада жүр, біреуі бірнешеуі кафеде жұмыс істеп жүр, біреуі бір нәрсе сатады, біреу косметика сатады, мысалға, иә. Міне мен айтам, міне группада сендер бір-бірлерінен ұялып жүрсіңдер, бір-бірлерін айтпайсыңдар, өйтуге болмайды. Керісінше бір-бірімізге қолдау көрсету керек. Өмір бақи официант болып қалмайсың ғой. Ғалымжан, сен өмір бақи пирожки сатып қалмайсың. Бастысы ол адал еңбек. Адал еңбекті біз көрсетуіміз керек. Адал еңбекпен жүргендерге біз мақтану керекпіз. Міне осындай менің бұрыннан бері ұраным бар. Пирожки сатып та миллионер болуға болады деп, миллион табуға болады деп. Осы сөздің ұранымен міне сіздер бүгінгі тікелей эфирде Күміс ханым, міне оның ұлы Ғалымжан нақты дәлел болып отыр. Сондықтан адал еңбекпен табылған нәрседен ештеңе ұялмау керек. Керісінше көрсетуіміз керек. Міне менің тапқан табысым. Біз не істейміз? Керісінше өкінішке қарай мына бір жемқорларды тапқан табыстарымен соларды мақтаныш қылдырып көрсетіп жатады. Олай емес. Адал еңбекпен келген нәрсенің барлығын біз көрсетуіміз керек. Жарайсың Ғалымжан. Повышенный стипендия бар шығар?
Жалпы бізде қазақ тілі әдебиетте басқаларынан қарағанда жоғары стипендия бізде 42 мың, 26 мың емес. 26 емес, 42 мың алып жүрсің қазір. Стипендия Молодец. қазақ тілі әдебиеті. Машалла, керемет. Ал Күміс ханым, әңгімеңізді айта беріңіз. Сабағына дайындала бер, Ғалымжан. Емтихандар басталып жатыр ғой Еуразия ұлттық университеті. иә сол сабағында отыр, иә ұзақ Дұрыс, отыра дұрыс, алмаймын иә. деп Молодец. сессиясы. Өте қуаныштымын. Рахмет. Солай енді мен алтын ешқандай қосқан жоқпын пирожкидің ішіне енді. Мен Пирожкидің үстіне картошка қостың десеңізші. жоқ, тағы бар Дәулет, бір құпия нәрсе бар да, оны қазір білсе бәрі қосып, ертең бәрі шығады. Айтып кетейін енді. Айтыңыз енді, Марафон жүргізіп үйтпей ақ қояйын енді, иә. Оның ішіне біріншіден ұн, картошкасы, анау мынау сүті, майы қосылады, сосын ең кереметі жаңағы миллион табам десе 2 айда адам өзінің махаббатын қосу керек та, ана жасап тұрған затына да махаббатпен. Менің қазір 30 пирожким өтеді, балам 100 пирожки сатып келеді деп. Ұлым айтады ғой, 50 пирожки бердіңіз, звондайды, ана мен өткізе алмаймын, болды уже бәрі тойды апаратын жерім бітті дейді да. Карантин ғой, халық жоқ қой дейді. Мен айтамын, жарайды балам, өтпесе өзіміз жейміз, өтпесе көрші балалар бар. Қанша неміз ғой қазір, ағайынбыз, апарамыз, или ысты ертеңінде өзіміз жей саламыз. Әкең жұмысы бар, 30 адаммен жұмыс жасайды, апарып береді, еш нәрсе етпейді деп. Сөйтіп балама қарамай ниет қой, бірінші ниет қой, сосын тағы 30 пирожкиге қамыр илеп қоямын ғой, жаңағы пюресімен жасап. Вот солайда ниет қой енді, айтады ғой Алладан сұрасам. Махаббатпен жасалған дүние ол міндетті түрде дәмді болады, міндетті түрде жемісін береді, міндетті түрде сол қалай айтсам болады, өзі нәтижелі болады. Ниет сол адамның дұрыс болу керек. Сол адал еңбек болу керек. Сенбей жатыр енді, өзімнің қасымда құрбыларым сенбей жатыр ғой, бірақ ойлады, сіз балаңызды қалай сондай курстарға оқытып жатсың, қай жақтан сен тауып жатсың, сен үйде отырсың ғой. Сіздер Көкталдан шығып Бек Шанхайға дейін жол, иә? Міне елдер сұрап жатыр, қай жерде пирожки сатты? Балаңыз велосипедке отырып алды, өзіңіз де велосипедке отырдыңыз, сол бір велосипед қой енді, жалпы арасында. Сөйтіп қай жерлерге сатты, айтыңызшы? Ол бізде мынандай болды енді, мен өзім жаңағы қарап жүрмеймін енді, Көктал өзіміздікі болып қалды енді, жақсы жаман 9 жыл тұрамыз ғой. Бұл кісілерді жіберем да, ұлымды жіберем да, өзім шығам ғой, жан жаққа шығам, халық аз, маскамен, жаңа сыртта ОМОНдар жүреді, енді қарап маска киіңіздер деп. Сосын қарадым, қай жерде стройка жүріп жатыр, қай жерде жол соғылып жатыр. Біздің Көкталда былтыр үлкен 3 парк соғылды өзіміздің үйіміздің арт жағында. Соған жібердім, енді ол ұялды енді. Өзімен жасты балалар о жерде жол төсеп жүр екен. Жұмыскер болып жүр ғой енді, күніге 5 мың, 6 мыңға жұмыс жасап. Ана мен бардым, өтпейді, ешкім сұрамайды дейді. Мен біліп тұрмын ғой енді баламның көзінен. Жо, балам, ол өтпейді емес, өтеді, ол нан өтеді. Қазір ешқайсы жаңа комментарияда жазып жатыр, қазір балалар ешкім пирожки жемейді дейді. Қазір қалай пандемия, карантин басталды, нағыз пирожки жейтін уақыт қазір. Шындап дегенде халықтың бес саусақтың бәрі бірдей емес қой, бар KFC жей беретін, донер жей беретін. Үйден пісірген, жаңа махаббатпен қосылған, таза майға піскен пирожки. Бір дәмін көргендер енді қарап отқанша біледі ғой. Енді тазалықпен пісірген пирожки неге жемейді? Сөйтіп ұлымды үйреттім, ол паркке бардық. Сосын өзіміздің үйіміздің қасындағы ер кісілер жасайтын базарлар бар, запчасти сататын. Сол жерге бардық. Енді көрдік, енді біз бірде пирожки аласыздар ма деген жоқпын. Сосын үйде бір теріміз бар тұғын, бұрыннан осы 5 жыл бұрын осылай бір тірлік жасағаннан қалған сол терімізға шай құйып бердім да. Қара шай, қантым моғып, стакан, одноразовый салдым да айттым. 5 пирожки алсаңыздар, шай тегін, 3 пирожки алсаңыздар, шай тегін де, балам, шайды сатпа, бер тегін. Қара шай қоқтайтын, қайнап жатыр өзі, қант бар, шай бар, апарып бер деп. Қалай болады ол дейді? Жоқ, сен адам саудасы деген кезде жаңағы акция деген болады, біреу қатып алып жатырсыз, Күміс ханым. Шайды басында тегін бердік, шай плюс болды. Одан кейін ыстық жүгері шықты, Бек Шанхайға барамыз, великпен қайнатамыз, осылай саттық енді. Түсінікті, міне мына жерде жазып жатыр, Нұрлы қыз жазып жатыр, күнде сатып отырмын мен өзім, дүкенімде жетпей қалады дейді, міне пирожки жетпей қалады, көрдіңіздер ма? Сондықтан барлығы әрекетке берекет. Және де құрметті оқырмандарым, мына жерде сіздер ең бірінші болып жаңалықты естігелі отырсыздар.
бұйырса алдағы күз айларында қараша айында бизнеске бағыт 2 деген менің кітабым шығады. Яғни қазір жазылу процесінде бастадым. Алғашқы беті дейін бе, бірінші бет, екінші беті дейін бе. Бизнеске бағыт 2-де осындай өзімнің оқырмандарымның арасында кәсіп бастаған қарапайым жандардың өмірі шығатын болады. Сол кітаптың бір кейіпкері Күміс ханым сіз боласыз міне. Пирожки сатып миллионер атанған Күміс деген атпен кітапқа жазамын. Яғни сіз қалай істедіңіз, әрекетіңіз не болды, қысқада нұсқа, өзге де жандарға мотивация болу үшін, міне бизнеске бағыт кітабы менде Телеграмда тегін тұрған нәрсе. PDF форматта. Бұл жерде 30 бизнеске бағыт, 30 не жасалған болады міне. Қуырылған жүгері сату, неден бастау керек, ас көк, шөп сату, қолөнер, ханымейд, мұнаның барлығы жазылған. Енді міне өзімнің оқырмандарымның арасында бизнес бастаған, бизнеске қадам бастаған жандар үшін бизнеске бағыт 2 деген атпен сіздер шығатын боласыздар. Бұл кітаптың авторы, яғни басты кейіпкерлері әрекетке берекет деп қарапайым отбасыдан кәсіп бастап, қолдарына сол ұнын алып, майын алып, шайын алып, болмаса кітабын алып, болмаса басқа да жатып ішерлер емес, сол еңбек етудің арқасында міне әрекетке берекет деп миллион табыс тапқан жандардың өмірі сипатталады. Бұл да үлкен бір мотивация. Сондықтан бизнеске бағыт кітабы, бизнеске бағыт 2 кітабы бұйырса қараша айында сатылымға шығатын болады. Соның міне бір кейіпкер. Ал мамырдың 20-сына таман менің ақша жинақтаймыз, яғни ақша жинайтын уақыт келді деген, жинақтаймыз деген ерекше бір ақпараттық танымдық күнделігім шығады. Ол күнделікті алып толтырған адам міндетті түрде 101 мың теңге жинайды. Ол кәдімгідей экономикалық тұрғыдан есептелген нәрсе. Ол енді мамырдың 20-сынан бастап сатылымға шығады. Пирожкидің бағасы қаншадан дейді Күміс? Басында біз 100 теңгеден саттық, сосын 120 теңге болды. 120 теңге. Ол жетімді кәдімгі нарықтағы баға. Шай 50 теңге, 100 теңге болды. Шайды қойдық, күн ысыды енді. Бірде ыстық, бірде суық қой Нұрсұлтан қаласы. Компот қайнаттым үйде, мысалы 20 литр бір күнде өтеді. Салқындатып, жаңағы термосқа құйып, сөйтіп апардық енді. Біз бұл енді отбасымызбен жасадық енді. Менің бұл жерде 17 жасар ұлым жұмыс жасады, 13 жасар қызым тасыды великпен. Даже 8 жасар қызымның өзі менімен жаяулатып, қызым бірінші кетеді великпен. Біз артынан жаяу жүре береміз да осы. Енді бір 5 шақырымдай болып қалады, жаяу барамыз, алдымыздан ұлымыз шығады. Енді көргендердің бәрі айтады, сендер жолдан тоқтап қалып, не істеп жатасыңдар, осы рюкзакты ашып жіберіп, сөмкені ашып, алып, салып жатасыңдар, еще андай посудаларды көрсетпей саласыздар деп мен айтамын. Енді біздің үйде енді ұл қыз бар, бой жетіп жатқан, намыстанады ғой енді, шамалы бала ғой енді, ұялады, көрсетпеңізші не сатып жүргендерімізді дейді. Жарайды, сендердің абырой намыстарыңды ойлайық, бірақ ертең қолдарыңа миллион ұстаған кезде жаңағыдай оқудың ақшасын берген кезімізде, курстың Боровойға, Қызылордаға қыдырған кезде, керемет та біздің отбасылық бір неміз бар, кезекті демалысқа шыққанда, енді шетелге шықпасақ та, енді Қазақстан жерлерін аралаймыз, енді өзіміздің қазағымыз бай ғой жерлері. Дәулет, сосын бір айтайын деген, осыдан бір 6 жыл бұрын мен 500 мың теңгемен 9 жыл бұрын көшіп келгенмін осы жаққа. Бірақ күнде ойланып, бірақ күнде көтеріп, мені көшіп келгенімді Қызылордадағы бүкіл ағайыным, достарым, құрбыларым біледі. Бірақ күнде көтерілдім да, мен 23 июнь күні көшеміз ба? Көшеміз. 24 күні, 24 күні Астанаға келгем осы жаққа. Сонда мен ойладым ғой, 1 жыл бұрын келгенде аяғым ауыр болып, мен Қызылордадан ауа шақпайтын, ауыра беретін тұғымын. Аяғым ауыр кезде 2011-де қыдырып кеп, өте осы Көкталға келгеннен кейін ыстықта, мен ауылым сияқты да осы жер, өзім туып өскен. Сонда менде бір мынандай арман болды, далаға шығып, енді жолдасым балдарым естіді. Алла қаласа, Алла бұйыртса, мен осы Астанаға көшіп келем. Ауасы не деген керемет, салқын, осы қызымды аман есен босанып алайын, мен келемін дегенмін ғой. Аузым дуалы болды ма, 1 жылдан кейін, мен 1,5 жылдан кейін көшіп келдім. Сонда менің мойнымда 500 мың кредитім бар тұғын. Өйткені мен жасым 30-ға жақындаған кезде оқу бітіріп дипломымды алдым да қолыма. Енді әке шешем үлкен кісілер болғаннан кейін солардың пәтесін алып, сол кісілерге қарайлап, кеш оқып қалдым мен өзім. Сосын мойнымызда 500 000 ақша бар, сосын айлығымыз 49 мың болды, жолдасым жұмыс жасады. Енді қалай күн көреміз, көшіп келіп алдым, үлкен қала,
ешкімді танымайды, бір екі туысқан деп. Сөйтіп 2 айдан кейін тағы бұл пирожка басталды ғой менде. Автоцон бар ғой біздің үйіміздің ар жағында, спецсон. Соған тәтем енді қайнапам айтты, жүр жұмысым бар, еріп барасың ба деді. Енді адам себепкер болады, ол барсам барайын, мен шет жақ көрген жоқпын деп. Сөйтіп тәтем кіріп кетті менеджерге. Мен қарап тұрмын, клиентке ер кісі, бәрі бір-бірінен сұрайды, тамақ сататын жер бар ма, су бар ма, шөлдедік деп. Сосын ойладым, ой, мына жерде столовый жоқ екен ғой. Үйге келіп отағасымен ақылдастым ғой. Ой, не істесең осы, мен өзім жұмысым бар, кеше көшіп келдім, мен жұмысымнан сұранамаймын. Мен сол кезде бастағанмын пирожки деген нәрсені. Мысалы, пирожки сатып, ұялам, енді жаспын ғой, енді жасым 31-32-де, 31-ге келетін шығар. Сіз консультация алдыңыз, иә, үй алу үшін. Ой, аха. Ұлан дұрыс консультация берді ма? Көңіліңізден шықты ма ұланның консультациясы? Жақсы берді, енді я ұланмен тағы бір кездесіп, сосын сіздің жаңағы этидный кітабыңызды, оқуың, сабағыңызды алып, білмей маған енді бір шамал бір 2 саты мотивация жетпей тұрған сияқты. Адам өсу керек, бір орында қалмау керек. Мынау баспалдақ сияқты ғой өмірдің өзі. Ай өткен сайын, жыл өткен сайын адам өсу керек. Бір пирожкимен қалмау керек. Пирожкиін сатсаға айналу керек, самсаңыз ертең күн тамаққа айналып, үлкен тамақ кафе, кафеден ресторан, рестораннан ол кәдімгі әлемдік брендке айналу керек. Сондықтан Күміс ханым жарайсыз. Өте қуаныштымын. Сіздің жилстройдағы ақылыңызды да, сабағыңызды, бизнеске бағыт кітабыңызды оқып, міне биыл 3 жылдан асып кетті, жилстройда шотымыз бар. Оқырмандарға көрсете салайыншы, сұрап жатыр бизнеске бағыт. PDF-та тұр, қараңыздаршы, мынау менің сабағым, таплинк сілтеме ғой. Осы сілтемені басып, төменге қарай түссеңіз, міне тұр. Бизнеске бағыт кітабын тегін жүктеу. Яғни Telegram каналыңыз болса болды, сілтемені басып қалсаңыз, тегін жүктей аласыз, Telegramда болсаңыз. Ал енді сабақтарын сұрап жатырсыздар, міне баспанаға бағыт ақылы сабақтар, бұл скидкасыз. Кейін мамырдың 15-інде бұйырса скидка басталады, сол кезде қатыссаңыздар болады. Атақ қазір скидкасыз сабақтар ол 7 мың, 10 мыңнан сатылады. Этидный деген кезде өзі бір 5 күндік скидка болады, сол кезде 15 мен мамырдың 20-сында скидка болады. Алдын ала ескертіп, міне еркектерге арналған қаржылық сауат сабағы. Міндетті түрде еркектеріне күйеулеріңізді, байларыңызды міндетті түрде қатыстырыңыздар. Өмірі 80 теңге, 800 теңге жинамаған бір еркек бір айда 80 мың жинаған. Өткенде бір әйелге, бір оқырманыма күйеуі 2 миллион теңге жинап, кәдімгідей айтқан ғой, шетелге барайық па, үйге салайық па деп. Бірақ олар үй алған екен, опыларын 16-ға жеткен. Декретке миллион видео сабағы. Әзірге скидка жоқ. Скидка кезде қатысып алыңыздар. Әйтпесе скидкасыз-ақ любой уақытта көре бересіз. Ал кітапты мына бизнеске бағыттың PDF форматын тегін жүктей аласыздар. Және де сол мамырдың аяғына таман жинақ таймс деген, яғни ақша жинайтын уақыт келді деген ақпараттық күнделігім шығады бұйырса. Қазір типографияға кетті, Аллаға шүкір. Одан кейін жаңа айтқанымдай күзде бизнеске бағыт 2. Бұл жердегі басты кейіпкер сіздер боласыздар. Қарапайым жанның өмірі мотивация болар, бизнес бастаған миллион тапқан табыс. Оның бірі міне жаңа ғана шештім. Күміс ханым сіз боласыз бұйырса. Рахмет, сізге Дәулет көп рахмет. Енді тікелейде айтайын, сізбен жүздесуге енді еғымат. Ұланмен жүздесіп рахметімді айтып кеттім. Мен Дәулетке жеткізерсіз рахметімді. Бұйырса жүздесерміз, кітапты жазатын кезде барам сізге. Жүздесеміз, халқым, елім дейтін, иман жүзді, өзім әр қазағым жаңағы баспаналы болсын, әр қазағым кішкене бір кәсіпкері болсын деген. Қазір өте ондай жастар аз ғой, енді жасы болсын, үлкені болсын. Айтады ғой, қазіргі заманда ораза айында жақсы тілек тілеу керек дейтін, астына комментария жазып жатқан кісілерге айтам, осы айда қалған бір 10 күнімізде бір жақсы тілек тілеп, ниет етіп, осындай дәулетті ұлдарымыз, інілеріміз ақылын тыңдап, бизнеске бағыт деген кітаптың басын оқымай, соңына дейін оқып, мен сияқты сабақ сатып алып, басын оқып, атып тұрып кете бермеу керек. Мен сол кезде 5 сабағыңызды толық оқыған кезімде, осы кезде кішкентай бір дүңгіршек болса да ашып алып кетермедім деген менде қазір бір не бардан, андай бір қабат деген, ұлым айтам, ол сабақ өшіп қалды ма деп айтып жатырмын да, әрине ана өшіп қалды, енді уақытында оқуыңыз керек қой дейді да. Сөйтіп бизнеске бағыт кітабы тегін жүктей аласыз деген кезде, сенесіз бе, мен түнгі 4-ке дейін оқығанмын. Ішінде жаңағы жүгері сату, неше түрлі сату да. Енді сіз шайнап бергенді жұта алмайсыз ба дейді ғой, қазақта сөз бар ғой. Сол шайнап берген нәрсені тек жұту керек сияқты да, адамда жүрек болу керек екен. Қазақта айтады ғой,
30-ыңда орда бұзбасаң 40-ыңда қамал аласың ба деп. Мысалы мен 30-ымда бір орданы бұздым да, енді қазір енді бір 2 ай бар екен Дәулет 40-қа келуіме да, келесі айдың аяғында Бұйырса дүңгіршекті де ашармыз, Құдай қаласа. Иә, сол кезде бір қамал алғым келеді да, енді сүйінші хабарды алдымен сізбен ұлан естіп жатар, енді ол ауылында ауылы алыс еместен бұйыртса. Иә, өзіңдей қазір әр қазағым бай болсын дейді. Қазір бай көп қой, кім бай емес, байлар көп, бірақ бәрімізден береке кеткен да, мысалы бауырға, туысқа ақыл айту деген, даже бір-бірін үйіне кіріп бір шәугім шай шамайтын қазақ болып бара жатырмыз ғой. Сол үшін Дәулет өзіңдей ақылды, парасатты, ұландай азаматтарымыз көп болсын, ақылдарыңыз өсіп өне берсін. Неге сатасыз сабақты дейді ғой. Неге сатпасқа, адам әркім өз отбасын өзі сөйтіп асырайды ғой, енді бір нәрсе нәпақамен асырау керек қой. Сіздің сабағыңыз даже сатты деуге келмейді ғой. Ойлаңызшы, 3000 теңге сабағым бар ғой, сабақпен. 3000 теңге, 5000 теңге ғана ары кетсеші, 7000 жай күндер, иә. Соны бар ғой, бір білмеймін, басқа бір ақшаға құныққан адам болса, ол сабақты 100 000 теңгеге сататын еді, 80 000-ға сататын еді. Өйткені ол соған татитын білім. Ол мейлі 100 000 теңгеге сатып алса да, ол адам ертең күні 5 миллион, 2 миллион, 3 миллион жинайды. Ал менікі символичный баға 3 000, 5 000, сол. Одан да сол 100 000 теңгеге 10 қазақ алғаннан гөрі, керісінше 3 000, 5 000 теңгеге 100 қазақ алса екен, 100 қазақ білімді болса екен деймін. Мынау қалтасынан қазақтың ақшасы кеткеннен кішкене білімге ұмтылатын болады. Ал егер де барлығын су тегін бере беретін болса, анау не то, мынау не то деп, мына құлақтан мимо ушей дейді ғой, орысша айтқан кезде, бәрі кете береді. Әйтпесе тегін посттарды жаза, ютубта да тұр барлығы сондай. Кеше ұланмен жазып алды ғой, енді мен айтам, енді түр нормально болып тұр, мен дұрыстап түсірші енді деп. О жол түсіріп жатыр да. Сосын бәрі айтады, сен ачо реклама жасадың ба, не дейді? Мен айтам, мен реклама то Инстаграм дұрыс жүргізе алмаймын ғой. Инстаграмды ашып қараңдашы, жылына 1-2 пост салам, әйтеуір бір шабыт келген кезде жазам, жазбасам фото салам деп жатырмын ғой. Соны айтады, жоқ, ешқандай реклама емес дедім. Даже мен Дәулеттің сол күнгі жазған постында оқымағанмын ғой. Жаңағы жаздыңыз ғой, артынша мен анда өзі себеп болады ғой. Барып енді ұланға әңгімемді айтып отыр. Мен ұланға 2 сағат әңгіме айтқам ғой, Дәулет. Мен айтам, 2 сағат әңгіме. Жолдасым айтады, әй, ұланның миын ашып жібердің ау сен дейді да. Мен айтам, жоқ, мен ішімнен шыққан сабақтан алған нелерім ғой. Андай дейді, іште ұйықтап қалғанда, бірақ бәріне айтып жүремін ғой, Дәулеттенді оқыңдар, 3000 теңге деген не ол 3000 теңге. Былайша 3 айда жинасаң да 1000 теңгеден жиналады деп жатырмын ғой енді. 3000 теңгеге ойлаңызшы, миллионнан 3000 теңге алып көрейікші, қанша мен пайда көрдім содан. Енді келесі сабағымызды күтеміз енді. Жинақтаймыз деген ақша жинайтын уақыт келді деген күнделік шығады ақпаратты. Прям соны алып, ары қарай ақшасын жинаған минимум 101 000 теңге ақша жинауды үйрететін. Ол жерде жай сөзбен емес, кәдімгідей мынау зерттеу дейді ғой. Мен мысалы экономиканы оқып жатырмын, докторантурада. Не үшін мен оқимын? Себебі білім керек, академиялық білім керек. Ол мына жерде адамның ана курсқа қатысып, мына курсқа қатысып, бүйтіп салып, жинай салу ол бөлек нәрсе. Ал енді университеттен, профессорлардан, академиктерден сабақ алып, академиялық дәрежені көтеру ол мүлдем басқа. Сондықтан да мынау жинақтаймыз деген күнделікті мен өзімнің кішкене болсын ғылыми дүниемді қостым. Жай сөз емес. Сондықтан алдағы уақытта шамамен мамырдың 20-сы 15-іне таман ол да сатылымға шығады. Міндетті түрде алыңыздар. Ол әрбір қазақ алу керек, сондай мен не айтамын. Мен ұраным бар, байыса қазақ байысын деген. Сондықтан міндетті түрде қазақты байытатын күнделік осы. Дұрыс айтасыз, бизнеске бағытқа да жилстроймен, ипотекамен үй алып, ақша жинап, 50-де. Соның бір 10-шы парағында тағы да бір кездесіп, Күміс ханым күнделікті 3000 теңге айлықпен осылай жинады деген тағы да бір пост шығарасыз ау деймін, тағы бір сүйінші. Құдай қаласа. Не дейді? Әр кітабыңыздың бір мотивация. Қаншама адам бір-біріне сенбейді. Адамдар сенбейді қазір. Көңіліне қаяу түседі, негатив жазады, мысалға реніші көп, мемлекетке реніші көп, көршісіне, әйеліне, күйеуіне, ата-енесіне реніші көп. Оның бәрін өкпелеп отырса не істейсің? Страдайт ететін, зардап шегетін бір-ақ адам, ол сіз ғана. Одан да жеңіл қарау керек. Жеңіл, барлық нәрсе жеңіл болу керек. Дұрыс, дұрыс айтасыз. Рахмет енді сізге көп-көп. Жақсы, керемет бір мотивация болды. Құрметті оқырмандарым, сіздерге де рахмет. Жаңа сабақ, кітапты сұрап жатсыз ғой. Таплинк сілтемені қазір бассаңыздар болады. Енді мынау скидка сабақтарын күтпеймін десеңіздер, любой уақыт жазылып тұр ғой. Телеграм, YouTube, баспанаға бағыт, еркектерге арналған қаржылық сауат сабағы, декретке миллион, барлығы тұр мына жерде. Ал
бизнеске бағыт кітабын жүктеу үшін мына жерді басасыздар. Бұл Telegram болуы керек міндетті түрде. Ал мына жерде міне баспанаға бағыт, ақыл сабақ, декретке миллион сабағы, еркектерге арналған қаржылық сауат сабағы. Бұл жерде алдағы уақытта енді мамырдың 15-інде скидка жасаймын дедім, бұйырса соған дайын болыңыздар. Рахмет, тікелей эфирді сақтап қоям. Қаншама қазақтар тікелей кәдімгідей бір мотивация болды. Байса қазақ байсын, әрекетке берекет. Бастысы кәсіп етіңіздер, адал еңбек етіңіздер. Себебі біз енді себепшіміз ғой, айтамыз, мотивация берерміз, бір қазақтың ойына кішкене болсын ой салармыз, мынау жарық дейміз ғой. Ал қалған дүниенің барлығы ол сізден, Алла тағаладан. Алла тағала өзі несібесін береді. Әр адамның маңдайына жазған несібесі бар. Біз ол несібеден артық та ала алмаймыз бұл өмірде, кем де ала алмаймыз. Керісінше сол біреу байып жатса, қуану керекпіз, біреу баспаналы болып жатса, жұғысты болсын деп тілек айтуымыз керек деп ойлаймын. Сау болыңыздар.